Армысыздар, құрметті кітап сүйер қауым. Оқуға құштар колледж тұжырымдамасы аясында менің үйімдегі кітап бөлімі бойынша мен сіздерді бүгін өз кітапханаммен таныстырсам. Менің жеке кітапханамда қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың өлеңдер жинағы, сондай-ақ қазақтың классик жазушысы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясы және де қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өмірі жайлы жазылған Ілияс Есенберлиннің мұхиттан өткен қайық шығармалары бар. Осы ақын жазушылардың ішінен мен өзім сүйіп оқитын қазақтың ағи ақыны Мұқағали Мақатаевтың Күрсінбеші өлеңін оқып берсем. Тағдырыма тура келген серігім, мен бейбаққа сыйлады екен сені кім? Шарбасында шаңырағым сен тұрсың, басқалардың барлығынан жерідім. Ауырлықтың көтердің ау көбінсен, сенен келіп қуат алам жеңілсем, сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шұғыласың, қара бұлт болып көрінсем. Ғой, білмейді деп жүрсің бе, құлақ салам кеудеңдегі дүрсілге, оңашада жұрт көзінен жасырып, күрсінбеші, өтінемін күрсінбе. Әлі екеуміз аттанамыз сан жылға, күрсінбеші қуаныш көп алдыда, күрсінбеші, жүрегіңді тыңдашы, талай кереметтер бар мұнда.